Қазақстандық шоу-бизнес жұлдызы Меруерт Түсіпбаева әлеуметтік желіде осыдан 7 жыл бұрын жариялаған жазбасына тап болып, бұрынғы баянсыз махаббатын есіне алды. Меруерт Түсіпбаева осыдан 7 жыл бұрын басынан өткен махаббат хикаясын есіне алып, Instagram парақшасында жан сырын ақтарды. Өнер иесі бұрынғы жазбасын тауып алып, қалың көпшілікпен тың мәліметпен бөлісті. Әнші оны әдейі бір адамға арнап жазғанын мойындады. Оған қоса, эстрада жұлдызы бұл арал ол жанды ойлауды қойса да, арасында оны түсінде көріп тұратынын айтты. 7 жыл бұрынғы естелікті Facebook салыпты. Дәл бүгін 7 жыл бұрын не болғанын. Уақыт қандай жүйрік. Көзді ашып жұмғанша өтті кетті. Өзіңнен өткізіп, қайғырып, ауырып, жаныңнан шығарасың, деп жазыппын. Қызық, осы сөздерді бір кісіге арнап жазғанмын. Ол туралы ойлауды доғарғаныма талай уақыт өтсе де, кеше түсіме кіріпті. Бұл жай ғана түс екенін біліп тұрсам да, өңімде осы оқиға болғандай. Сонша бақытты сезіндім өзімді. Бір тылсым дүние. Күндеріңіз сәтті өтсін, деп жазыпты Меруерт Түсіпбаева.